Облыс көлемінде жылу тұрғын үйлерде және тағыда басқа қажетті нысандарда сәуір айының соңына дейін беріледі. Жауапты орындардың айтуынша президент тапсырмасына сәйкес және тұрғындардың қазіргі уақытта карантинде үйде отыруына байланысты жылу маусымы ұзартылған. Сондай-ақ естеріңізге сала кетейік. 1 сәуірден бастап облысымызда бірқатар коммуналдық қызмет тарифтерінің бағасы арзандатылды. Олардың қатарында жылумен қамту, сумен жабдықтау, су құру қызметтері бар. Халық үшін келесі коммуналдық қызметтердің тарифтері төмендетілді. Ол біріншіден Май Казатомпром жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ақтау қаласының тұрғындары үшін оның ішінде жылумен жабдықтау қызметіне 2392,37 тиыннан 2242 теңге 19 тиын теңгеде мөлшерінде төмендетілді. Яғни ол 6-да 28%-ға төмендетілді. Сумен жабдықтау қызметіне оның ішінде ауыз судың тарифтері 199 теңге 88 тиын мөлшерінен 188 теңге 19 тиынға төмендетілді. Яғни 5,85%-ға төмендетілді. Ыстық судың тарифтері 180 теңге 14 тиын мөлшерінен 171 теңге 52 теңгеге дейін төмендетілді, немесе 4,79%-ға. Техникалық судың тарифі 93 теңге 56 тиыннан 90 теңге 43 тиынға төмендетілді. Яғни 3,45%-ға төмендетілді.